Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін балалардың ең сүйікті тағамы етпен жасалған бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Яғни бұл бізде қатпарлы қамыр болады. Ұнымызды електен өткізіп, үстіне өте салқын бірден тоңазытқыштан алынған сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып, дәл осындай міне крошкалар дайындап аламыз. Енді үстіне 2 жұмыртқаны сарысын және де 1 жұмыртқаны толық және де 20-25% қаймағымызды салып, бәрін жақсылап араластырып, өте жұмсақ қамыр егеміз. Қамырымызды бірден пакетикке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін менде сиыр еті тартылған және де үстіне өте ұсақтап тұралған пияз. Қарабұрыш, тұзды өз қалауларыңызша саласыздар. Және де аз картоп қостым, балалар ұнататын болғандықтан, енді ол өз қалауларыңызша. Бәрін жақсылап, яғни қолымызбен әбден еземіз, яғни пияздың суығы бөлініп шығу керек. Сонда салмамыз өте дәмді болады. Енді қамырымызды алып, бір бөлігін үлкен және екінші бөлігін кішірек етіп, екіге бөліп аламыз. Үлкен бөлігін бір тегіс етіп жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Бірден пергамент қағазын үстіне төсеп, үстіне енді жаңағы өзіміз дайындаған салмамызды тегістеп жайып шығамыз. Үстіне екінші жаңа кіші бөлігін үстіне қойып, жан-жақтарын тегістеп, жақсылап бекітіп шығамыз. Яғни толық бекітілу керек, әйтпесе арасындағы суы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Ортасын, яғни ауасы шығу үшін ортасын тесіп қоямыз, және жұмыртқаның сарысымен толық жағып, үстіне күнжіт себеміз. Және де 180 градуста ысып тұрған пешке 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің етпен жасалған бәлішіміз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ, қатпарлы қамыр болып шықты. Бұл қамырмен кез келген ішіне салманы салып дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасауы өте оңай, отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Яғни видео сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лүпіл басып, өз қалауларыңызша комментарий жазсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.